құрметті оқушылар, сіздерге әрбір сабақтан соң үй тапсырмасы жүктелген болатын тест күйінде, бірақ енді ол сәл кешірек жүктелді. Мүмкін сіздер сол сабақтарды көріп тастағаннан кейін жүктелген болуы да мүмкін. Сіздерге айтарым, енді сол сабақтарды қайтадан көрген боларсыздар, астындағы тестті орындасаңыздар, бүгін сол үй тапсырмасын алғашқы 4 сабақтың астына берілген тест сұрақтарын бірге талдайық. Өздеріңізді сол бойынша тексеріп көріңіздер. Бізде бірінші сабақтан бастап әдебиеттен 4-ші сабаққа дейінгі сабақтардың астындағы берілген тест тапсырмаларын талдаймыз. Ол жерде 10 мен 15 сұраққа дейінгі тест сұрақтары берілген болатын. Ол сіздерді оқығандарыңызды, қосымша ізденгендеріңізді, оқулықты ашып қарағандарыңызды тексеру үшін қажет. Бізде ең алғашқы тақырып ежелгі әдебиет туралы болды. Сонау тасқа қашалып жазылған ескерткіштер, күлтегін, тоныкөк деген секілді соларды біз өттік. Енді біз соның тестін бірге талдайық. Бірінші сұрақ: руна жазуын ең алғаш оқыған адам, ең оңай сұрақ деп ойлаймын. Ол бізде Вильгельм Томсон деген даниялық ғалым, Даниялық корольдік ғылым академиясында ең алғашқы болып осы руна жазуының сырын ашып, Тәңірі және түрік деген екі сөзді оқыды деп айттық. Бұл оқиға 1893 жылы 25 қарашада болған болатын. Ең бір түркі әлемі үшін, түркі ғалымдары үшін өте үлкен жаңалық болды. Ал одан кейін оны орыс тіліне аударып зерттеген Радлов болатын. Сондықтан шатастырмайық, ең бірінші Томсон. Екінші сұрақ: Қыз жібек жырының негізгі идеясы. Әрине бұл жерде бұл лира эпостық жыр болғандықтан ғашықтардың тақырыбы бұл сүйіспеншілік пен адалдық, махаббатқа деген адалдық еді негізгі тақырыбы. Үшінші сұрақта: Төлегенді жібекпен жолықтырған Сырлыбай ханның ақылшысы. Әрине Сырлыбай ханның қасындағы кеңесшісі, оның уәзірі болған ол Қаршыға. Ал Төлеген жақта Сансызбайдың қасында жүріп оған кеңес беретін, көмектесетін ол Шеге болатын. Осын шатастырмаймыз. Төртінші сұрақта: Төлегеннің сұлу қыздарын көрсеткен адамға берген сыйы. Ол әлі жібекті жолықтырмаған кезінде шекті елде өзіне жар боларлық аруды іздеп барған кезде, ол сол елдің барлық адамын жинап алып, қызын көрсеткен адамға бір жорғадан берем дейтіні бар еді. Ол бізде енді мүмкін оқулықта жоқ шығар, бірақ бұндай сұрақ келуі мүмкін, өйткені бұл толық нұсқасында жырдың берілген болатын. Сондықтан осы бір жорғадан беріп отырды дейді. Келесі: Төлегеннің алты қазбен қоштасуынан берілген үзінді. Біз оны үзіндінің өзіне қарап таба аламыз. Мына жерде мысалы талап қылған ісінен атпасын ерлер бұрама деген келмейді, я. Алла нәсіп айласа бір сұлуды аламын дегенде келмейді. Алты қазбен қоштасу аты айтып тұрғандай, алты қазға өзінің ата-анасына, өзінің інісіне, жібегіне айта бар деген секілді өзінің бір қоштасуын айтады. Баратұғын жеріне жетпей кетті дегейсің деген нұсқасы жалпы тақырыппен жақсы келеді. Негізінен мұнда үзінді берілетін сұрақтар қатты қиын болмайды. Бастысы логиканы қосып, ішіндегі айтылған сөздің мағынасына қарай табуға тырыссаңыздар да болады. Өйткені жырдың бәрін толық жаттау ол мүмкін емес, оған көп уақытта кетеді. Келесі сұрақта: Күлтегін кімдермен немесе кіммен соғысты? Мына жерде бір дұрыс жауап болуы мүмкін, екі дұрыс жауап болуы мүмкін, не болмаса үш дұрыс жауап болуы мүмкін. Барлығы 6 нұсқа. Бұл жерде Күлтегіннің жаулары айтылады. Неше жасында, кімдермен соғысқандығы мектеп баспасында әсіресе жақсы көрсетілген. Бұл бізде қырғыздармен соғдылар. Қырғыздармен соғдылармен соғысады, ал басқа Чуваш, Ноғай, Қызылбас, Ғұн дегендер аттары аталмайды. Бұл Күлтегін жырында бұл рулар, бұл ұлттар жоқ ол жерде. Жетінші: Қорқыттың нақылдары. Естеріңізде болса, осы тақырыпты өткен кезде мен сіздерге айтқаным, міндетті түрде Қорқыттың нақыл сөздерін жаттап алыңыздар дегенмін. Өйткені осындай көп жауаптыда Қорқыттың нақылдары келеді. Бұл жерде бірлігіңнен айырылма, бірлікте бар қасиет деп айтатын, естеріңізде болса, бұл Ақтан перді жыраудың балаларыма өсиет деген толғауынан алынған.
соңғы жағында осы жолдар берілген. Бұ нұсқасы азған заман ғалымы залым болар деген бұл Қорқыттың стиліне келмейді, мүлдем. Бұл бізде Зарзаман ақыны Шортанбайдың стилінде, Шортанбайдан алынған. Би екеу болса, дау төртеу болады. Бұл бізде шешендер. Бұл бізде Майқы бидің шешендік сөзінен алынған. Егіз ешкі сауын болмас, екі жалқау ауыл болмас та сол жерден алынған. Сонда Қорқытқа келетіні күлді қанша үйгенмен төбе болмас, және өтірік сөз өрге баспайды. Келесі, Байбөрі баласы Бамсы Байрақ жырының кейіпкерлері. Бұл жерде Баяндүр деген хан, той жасайтын хан. Оның тойында Байбіжан өзіне қыз сұрайды, жаңағы Байбөрі өзіне ұл сұрайды, және тойға келген қонақтарды айтып отырған кезде Ораз деген де кейіпкер болады. Сонда бізде бірден үш дұрыс жауап шығады. Ал мына жердегі Қараман, Көктім Аймақ, Көбікті дегендер Қобыланды батыр жырынан. Оны білесіздер деп ойлаймын. Келесі, Байбөрі баласы Бамсы Байрақ жырындағы жер, су атаулары. Бұл жерде Д нұсқасын бірден сызып тастауға болады. Естеріңізде болса, жар жайлауы көздігөл, қыс қыстауы қараспадың деп бізге Қобыланды батыр жырындағы Қобыландының әкесі Тоқтарбайдың жерлері айтылады. Сондықтан Д нұсқасы келмейді. Қырлықалада тура сол Қобыланды батыр жырынан Қырлықала мен Сырлықаланы азат етуге Қобыланды аттанады ғой. Сондықтан Д ең алып тастаймыз. Алтай деген айтылмайды. Байбөрі баласы Бамсы Байрақта. Қособа деген ол жерде емес, Қособа ол бізде Төлегеннің қаза болатын жері. Сонда бізде Пасаң даласы деген қалады. Грузия жері, Оник қамалы, Пасаң даласы осы Қорқыт ата жырында айтылады. 10-шы сұрақта Қыз Жібекке Төлегеннің қазасы үшін Бекежаннан кек алуға көмектескен жандар. Яғни бұл жердегі сұрақ Бекежан Төлегенді өлтіргенін Қыз Жібек естігеннен кейін қатты қайғырады, ашуланады, және соған одан кек алуға оның 6 ағасы оны Бекежанды өлтіріп, одан кегін алады дейді. 6 ағасы. Бұл жырдың сюжеті бойынша солай айтылады. Бізде бірінші сабақтың тест сұрақтары талданды. Ол жерде аз ғана, қысқа ғана 10 сұрақтан болатын. Жалпы оның себебі ежелгі дәуір әдебиетінен жалпы үлкен 35 сұрақтық тестта сіздерден 2-ақ сұрақ қана келеді бұл тақырыпта. Сол себептен бұл 10 сұрақпен шектелдік. Келесі екінші сабақтың тестін талдайық. Ол жерде бізде жыраулар поэзиясы кеткен болатын. Бізде жыраулар көп, енді барлығы шатастырады. Сондықтан олардың бәрін абай болыңыздар. Бірінші сұрақта бізде жаз кіреге жақсы деп дулығалы нардалар, қыз кіреге жақсы деп шудасы қалың айырды алар. Бұл қай жыраудың толғауынан алынған? Бұл бізде Қазтуған жыраудан алынған. Осындай бір ортасынан келіп қалатын жерлерде енді табудың екі жолы бар. Енді Қазтуғанның шығармаларын толық жаттап алу, не болмаса стиль бойынша кішкене ажыратуға тырысу. Мысалы, Жиенбетте бізде тек қана еңсеге бойлы ер есім ғана берілген, және ол жердегі Жиенбет жыраудың жалпы өзіне тән айтатын бір сөздері бар, басқаша. Мынадай ұйқасы да мынадай емес ол жерде. Ақтан берінікі де басқаша, ол жерде риторикалық сұрақтар көбірек келеді. Шалкиздікін білесіздер, ол кісіде де бір ерекше өзінің Бейтемірге толғауын толық оқып шықсаңыздар, тез жаттап алуға болады. Сонда бізде Қазтуған қалады. Екінші, Жиенбет жырау толғауында менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыс пенен аюдай. Мына жерде теңеу қолданылған. Өрлігімді сұрасаң, өрлігім менің жылқыдағы асау тайыңдай дейді. Үшінші сұрақта Бұқар жыраудың неше тілегі бар? Тілек деген толғауы бар ғой, сіздерде соны жаттап алыңыздар деп айтқан болатынмын. Өйткені тест сұрағында Бұқар жыраудың кез келген тілегін сұрай салуы мүмкін. Ал жалпы саны 11 тілек бар, ең соңғысы 11-ші тілегіңіз деп аяқталады. Төртінші, Бұқар жырау қай жасты жылуы болмас қойныңның, қауқары болмас сойылыңның деп сипаттайды. Мына жерде де сіздерге жаттауға тура келеді. Өйткені Бұқар жыраудың ай абылай деген толғауында адам өмірінің әр түрлі кезеңіндегі жастарды сипаттауға тоқталады.
Бұл былайша алғанда толыққанды Абылай туралы толғау емес, оның ішінде кәрілік туралы жаңағы әрбір жастың өзінің бір кемшіліктерін айтады. Бұл жылуы болмас қойныңның деп бұл 75 жасты айтып отыр. 5-ші сұрақта Ақтабан шұбырынды кезінде атақты батыр әрі жырау ретінде танылды. Бізде енді мына жерде логикалық тұрғыда да табуға болады. Өйткені Жиенбет жырау ол Есім ханның тұсында өмір сүрді. Ол Ақтабан шұбырындыға қатысқан жоқ. Ол кезде Ақтабан шұбырынды бізде 1723 жылы болды, я? 23-25 жылдар сол нағыз бір жоңғарлармен соғысып жатқан кездегі ең бір қиын кезеңдердің бірі болды. Доспамбет ол Битемірдің қасында, Битемірдің тұсында өмір сүрді, яғни Шалкиіз деген. Ал Доспамбет жырау ол азау дегенің деп, тең, дон деп, ол ноғайлы заманында, ол Ақтабан шұбырындыға дейін өмір сүрген. Сонда бізде Ақтамберді жырау өзі 17 жасынан бастап осындай соғысқа да қатысып, қазақ жерін жоңғарлардан азат етуге қатысқан жырау. Келесі сұрақта, өзін айдаса қойдың көсемі, сөйлесе қызыл тілдің шешені деп атаған жырау, ол бізде Қазтуған жыраудың Мадақ жыры деген толғауы бар. Ол толықтай Мадақ жыры деп сіздерге берілмеген, бірақ оқулықта жаңағы арайна билер арайна деп басталатын Қазтуғанның қонысымен қоштасуы дегеннің соңғы жағында кішкене қосылған екен. Ал негізінен бұл жеке алған кезде бұдырайған екі шекелі немесе Мадақ жыры деп аталатын Қазтуғанның жеке толғауы. Балаларыма өсиет толғауының тақырыбы. Балаларыма өсиет Ақтамберді жыраудың алдыңғы тақырыптың тестін талдағанда да айтқан болатынбыз. Бұл жерде бірлігіңнен айырылма, бірлікте бар қасиет деп айтады соңғы жағында. Сонда бұл тақырыбы бірлік туралы. 8-ші сұрақта кеуде бір жерді жол қылсам, шөлең бір жерді көл қылсам, құрап жанды көп жиып өз алдына ел қылсам деп айтқан жырау, ол бізде Ақтамберді жырау. Оның күлдір кісінетіп деген толғауында осындай бір арманы нақты көрініс береді. Тағы бір қайталап соны оқып көріңіздер. Мүмкіндік болса жаттап та алсаңыздар тіпті жақсы. Келесі, ұзақ уақыт бойы ноғайлы әміршісі Темір бидің қадірлі ақылшыларының бірі болған жырау. Яғни Темір би, Битемірдің тұсында өмір сүріп, оның әрдайым қасында жүрген бізде Шалкиіз жырау болатын. Ол өзін сен алтынсың, мен пұлмын, сен жібексің, мен жүнмін деп сондай бір керемет метафораларды қолдану арқылы Битемірге толғау арнайды. Не болмаса, оны қажылыққа кетіп бара жатқан жерінен халқыңды ойла деп сол жерде бір тоқтататыны бар. Шалкиіз шығармашылығында тағы бір қарап көріңіздер. Келесі сұрақ, Асқар таудың өлгені толғауының авторы. Асқар таудың өлгені философиялық ой толғамға құрылған. Бұл бізде Бұқар жыраудың толғауы. Бізге өзі Бұқар жыраудың 3 толғауы берілген спецификацияда. Ол бізде тілек, Абылай және Асқар таудың өлгені. Бұл өте қысқа толғау. Бұны да жаттап алуға болады. Келесі Ақтамберді жыраудың толғаулары. Мына жерде бірнеше дұрыс жауап болуы мүмкін. Аспанды бұлт құрсайды, естеріңізде болса, аспанды бұлт құрсайды, күн жауарға ұқсайды, көкшіліден ол айуан соққы жегенге ұқсайды. Бұл осылай басталатын Шалкиіздің Битемірге арналған толғауы. Азау дегенде бірден Азов шаһары дегенде бірден есімізге Доспамбет түсуі керек. Күлдір кісінетіп Ақтамбердікі, жаңағы Асқар таудың өлгені Бұқардікі болды. Балаларыма өсиет Ақтамбердікі және тілек Бұқардікі. Сонда бізде 2 дұрыс жауап қана болады. Келесі сұрақта Бұқар жыраудың Абылай толғауында 85 жас неңді алады дейді. Яғни әр жасты сипаттап келген кезде 85 деген жасың аузыңдағы сөзіңді алар, бетіңдегі нұрыңды алар деп осындай суреттейді. Яғни кәрілік дегенді осындай сөздермен жеткізіп тұр бізге. Келесі Шалкиіз жырау Битемірді кімге теңейді? Шалкиіз жырау айтады Битемірге: алып басқан арабы торым өзіңсің, жазылы алтын қол кескен алдаспаным өзіңсің. Сұлтан ием, сен менің бармай тапқан қағыбамсың дейді. Яғни арабы торы, алдаспан, қағыбаға теңейді. Тіпті соншалықты Шалкиіздің Битемірге адал
қасындағы адал ақылшысы болғандығын осыдан байқаймыз. Келесі сұрақта Шалкиіз жыраудың Битемірге толғауынан алынған жолдар. Тура жаңағы Шалкиіздің стиліндегі жолдарды қараймыз. Ол әрине бірінші д нұсқасын бірден таңдаймыз, өйткені бұл толғау солай басталады. Аспанды бұлт құрсайды, күн жауарға ұқсайды деп басталады. Одан кейін Шалкиіз өзін айтады: көбең семіз торыңмын, көп құлыңның бірімін дейді, және тал мойныма қол артсаң, күліктен бек ұнармын дейді. Сонда бізде А, Д, Ф нұсқасы болады. Ал мына жердегі жұмыскерің мен едім сатып алған құлыңдай деп айтатын, ол Жиенбет жыраудың Есім ханға кішкене батырып айтқан сөздері болатын. Келесі Бұқар жыраудың 9-шы тілегі. Бұл жерде де бірнеше дұрыс жауап. 9-шы тілегіңіз: төреңіз тақтан таймасқа, 90-дағы қарт бабаң топқа жаяу бармасқа дейді. Сонда бізде А және Д нұсқасы. Т-дан басталатындықтан барлығы шатасып қалмаңыздар. Ал төрде төсек тартып жатпасқа деген, ол Бұқар жыраудың 4-ші тілегі. 4-ші тілегіңіз төрде төсек тартып жатпасқа дейді. Келесі 3-ші сабақтың 15 сұрағы үй тапсырмасы. Ол жерде бізде Асан Қайғы болды. Асан Қайғының сын айтпаған жері. Ол бізде сіздерде мектеп баспасы, Атамұра баспасы бір азғантай ғана жерлерді береді. Ал Арман ПВ баспасы өте көп, бір сақ-сақ өзендерге дейін айтқан сынын береді. Сондықтан сол барлық баспаны қарап шығыңыздар деп айтқан болатынмын. Бірақ соның ішінде Маңғыстауға айтады, Шыңғырлауға айтады, Жетіқоңырға айтады, бірақ Атырау дегенді мен таппадым. Ол жерде Атырау туралы ештеңе айтылмаған. Келесі Доспанбет жырау айтады: қан жусандай егілсе, аққан судай төгілсе, бетегелі бір жердің бойында соғысып өлген өкінбес дейді. Енді мына жерде Еділ, Ақжайық, Сарыарқа, Азаулы деп тұр. Доспанбет дегенде, Доспанбеттің өзі жыры толғауының аты айналайын Ақжайық, иә. Және оған қатысты Азов, Азаулы дегенде де бірден Доспанбет есімізге түседі. Жайық бар жерде, Еділ де бар, иә. Сондықтан қайсы дұрыс деген сондай бір шатасу болып қалуы мүмкін. Бірақ дәл осы жолдарда Доспанбет айтады: бетегелі Сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес дейді. Осыны есте сақтаңыздар. Неге Сарыарқа десеңіздер, мына жерде Доспанбет мынау Сарыарқа дегенде орталық Қазақстандағы Сарыарқа өңірін айтып тұрған жоқ. Доспанбет бізде батысқа қарай, жалпы Жайықтың шығыс жақ бетінде дүниеге келген. Сондықтан бірақ бұрынғы кезде жалпы сол батыс Қазақстан өңірінде, сол Атырау, Маңғыстау өңірлерін сол жақтың адамдары өздері Арқа деп айтқан екен. Сондықтан мына жердегі Сарыарқа деп айтып отырғаны да сол батыстағы Арқа. Бұл тек Доспанбеттің ғана шығармашылығынан байқалмайды. Сарыарқа деген толғау естеріңізде болса, Мұрат Мөңкеұлының толғауы бар, бізде спецификацияда бар. Сол жерде енді Мұрат Мөңкеұлы, ол орталық Қазақстанның тумасы емес қой, ол батыс Қазақстан, батыс өңірінен шыққан, иә. Сол жақта да Сарыарқа деп айтып отырғаны сол батыстағы айтылып отырған Арқа жері. Келесі, Алып Ертұңғаны парсылар кім деп атады? Алып Ертұңғаны парсылар, яғни ирандықтар өздерінің жауы ретінде қарады дедім. Фирдаусидің Шахнамасында Алып Ертұңға туралы айтылады. Сол жерде олар Афрасияп, алып дүлей күш иесі деп бір жағымсыз мағынада келтіріп айтқан. Келесі, өрге жүзген өнегелі ісімен таңда адал дос өз теңіңнің ішінен деп айтатын ақын, ол бізде Әл-Фараби. Тіршілікте құрыштай бол төзімді деген өлеңнен алынған. Келесі сұрақта Құтты білік дастанындағы ақыл парасат бейнесі. Құтты білікте жалпы 4 кейіпкер бар. Әрқайсының қандай жалпы бейнені білдіреді білу керексіздер. Ақыл парасат ол бізде өгділміш, күнтуды ол бізде әділдік, айтолды ол бізде бақ-дәулет, және одғырмыш ол қанағат. Келесі, Ахмет Яссауидің Диуани Хикметтен алынған жолдар. Енді мына жерде бұны қалай табамыз? Диуани Хикметті оқимыз, әрине ол міндетті түрде.
Ол жерде Ахметтің бір стилін, айтатын, көп қолданатын сөздерін табуға тырысамыз. Бұл әрине Ахмет Яссауи өзі сопылық ілімнің негізін салғандықтан, оның жырларында дін туралы, нәпсі туралы көп нәрсе айтылады. Мына жерде енді уәзір, құтты халық деген Жүсіп баласағұннан алынған, сондықтан Д нұсқасын бірден алып тастаймыз. Уәзір деген сөзді де Ахмет Яссауи қолдана қоймайды. А нұсқасында сөз туралы, тіл туралы да Ахмет Яссауи айта қоймайды. Енді бұмен қалады, дінге берік болсын әрі иман ар, сонда халық сенер, ерер, иланар. Не болмаса тысы, нәпсім мені жолдан бұрып қор етеді, телміртіп қалайыққа зар етеді. Негізінен көбінесе мағынасы жағынан кеп тұрғаны да, ол бізде тысы нұсқасы. Ал қалған осы А, Б, Д бізде Жүсіп баласағұннан алынған. Сіздерге айтарым, Ахмет Яссауи мен Жүсіп баласағұнның шығармаларын қатар қойып, екеуін салыстырып, қатар оқып, бірінен кейін бірін оқып, екеуінің айырмашылығын табуға тырысыңыздар. Осындай жерде екеуін бірінен соң бірін оқып, салыстыру арқылы осындай сұрақтардан шатаспауға үйренесіздер. Келесі сұрақта тіл өнерінің қасиет, сипаты мен пайда зияны туралы айтатын кім? Бұл осындай өзі тарауы бар. Бұл мектеп баспасында беріледі. Жүсіп баласағұнның құтты білік дастанын өзі бір тақырыпшаларға бөлген. Сол жерде тіл өнерінің қасиет, сипаты мен пайдасы туралы деген бір бөлікте Жүсіп баласағұнның жазған өлең жолдары бар. Келесі, Асан Қайғы, жылқының өзі өскен жоқ бір жердің аты, сен құт болған екенсің, сен өсірген екенсің деп бағалаған жері. Жылқы дегенде мен айттым бірден сіздерде ассоциация туу керек шыңғырлау деген жермен. Шыңғырлау деген жерде енді көрмесеңіздер де, білмесеңіздер де ойша бір қандай жерде елестетесіздер, соның ойша бейнесін қалыптастырып алыңыздар да, сол жерде жылқы жайылып жүргенін елестетіңіздер. Сонда осылай ассоциация арқылы есте сақтасаңыздар, оны ешқашан ұмытпайсыздар. 9-шы сұрақта даналық кітабының авторы. Әрине, ол бізде Ахмет Яссауи. Бұл жерде авторларды да шатастырмаңыздар. Жүсіп баласағұндікі бізде құтты білік, Ахмет Югунекидікі ол Хибатул Хақайық немесе ақиқат сыйы деп аталатын кітап. Ал Диуани Хикмет даналық кітабы ол Ахмет Яссауидікі. Айналайын Ақжайық толғауының авторы. Әрине, ол бізде Доспамбет жырау. Келесі Алып Ертұңға туралы деректер кездесетін еңбектер. Яғни Алып Ертұңғаның нақты тарихи адам екенін дәлелдейтін ең әуелі ол әрине Алып Ертұңғаны жоқтау жырын біз Махмуд Қашқаридің Диуани лұғат атты түркінен таптық дедік. Одан кейін бағанада айтып кеттік, Фирдаусидің шахнамасында Афрасияп деп беріледі, және Жүсіп баласағұнның құтты білік еңбегінде Алып Ертұңға туралы айтылады. Келесі Доспамбет жыраудың толғаулары. Әрине, Дон өзені тең Дон деген кездессе, ол Доспамбеттікі, айнала бұлақ басы тең, және айналайын Ақжайық, және қоғалы көлдер, қомсулар. Осы үш толғау Доспамбеттікі, қалғаны Шалкездің толғаулары. Осы Доспамбет пен Шалкезді шатастыру бар, көбірек шатастырады. Мүмкін екеуінің стилі ұқсайтындықтан болар, білмедім. Бірақ стилі де ондай қатты ұқсайды деп айта алмаймыз. Жалпы енді жыраулар поэзиясын алып қарасаңыздар, бәрі бір-бірде ұқсайды сияқты. Бірақ енді айырмашылық бар бәрібір. Өмір сүрген замандарында бірге қай ханға қызмет етті, соған қарай енді айыруға болады. Келесі Айналайын Ақжайық толғауында кездесетін тарихи тұлғалар. Айналайын Ақжайықта тек бір ғана тұлғаның есімін атайды. Кет бұғадай жыраулардан ақыл сұрар Кезғайда деген секілді сондай бір жолдар бар. Сол жерде Кет бұға жырау айтылады. Құтты білік дастанының нұсқалары. Біз бұл дастанның 3 нұсқасы бар екенін білеміз. Ол бізде Өзбекстандағы Наманган нұсқасы, Египеттегі Каир нұсқасы және Вена нұсқасы. Ал Қорқыт Атаның 2 нұсқасы бар, Герат және Ватикан. Келесі құтты білік дастанның идеясын негіздейтін ұғымдар. Яғни бізде сол алдындаған айтып кеткен 4 негізгі бейне. Ол бізде ақыл, парасат, бақ дәулет, әділдік және қанағат. Бізде мына жерде 3-еуі берілген.
бірден үшеуін белгілейміз. Сіздер осылай бірден үшеуін бәрін дұрыс тауып отырсаңыздар, сіздерге бірден 2 балдан қосылып отырады. Негізінен көп нұсқалы, көп дұрыс жауабы бар болуы мүмкін сұрақтардан қорықпаймыз. Керісінше бұл сұрақтарда көп балл алуға болатын мүмкіндік ретінде қарайық. Келесі бізде 4-ші сабақтың 15 сұрағы. 4-ші сабақтың соңында берілген тест. Егер сіздер мысалы алғашқы 3 тестті орындап, 4-шісін әлі орындамаған болсаңыз, аяғына дейін көрмей-ақ қойыңыз. Осы жерден тоқтатып, 4-ші сабақтың тестін орындап, содан кейін қайтып келіп, осы жерде тексеріп алсаңыздар болады. Ал біз жалғастырамыз. Бірінші сұрақта мұнда ертегілер берілген болады. Аязби, Керғұл атты Кендебай. Керғұл атты Кендебай ертегісінде қара биенің нешінші құлындауы еді? Жалпы мен бұл тақырыпты түсіндірген кезде Керғұл атты Кендебайда 6 деген сан өте жиі қолданылады деп айттым. Соған қарап бірден 6 болады деп, бірден 6-ны белгілеп жібермеңіздер. Сұраққа бір мұқият назар салыңыздар. Я Шытыбен ертегіде 6 деген сан жиі қолданылады, бірақ жаңағы ханның қара биесі құлындайтын кезде бұл оның 9-шы құлындауы деп айтады, және ол құлын жылда жоғалып кете беретін, осы жолғы құлынды алып қалыңдар деген нәрсені айтатын болады, я? Келесі Майқы бидің сөзі. Мұнда шешендік сөздер де бар болатын. Бұл бізде 9-шы сыныптың оқулықтарындағы берілген мәліметтерден алынған. Майқы би бізде айтады: сараң үйге кісің түспесін, парақор биге ісік түспесін дейді. Ал анау кім жақын, не қымбат дегенді айтатын А нұсқасында ол Қазыбек би, С нұсқасында бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң дұшпанға найзаң тисін деп Әйтеке би айтқан. Және Д нұсқасында сөз анасы құлақ, су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ деп бізде Сырым Датұл айтқан. Келесі Қасқакөл дауына қатыспаған би. Қасқакөл дауы деген айтылған болатын. Ол Әйтеке бидің шешендік сөзі берілген жерде. Ол жерде 3 би бар бізде: Орманбет би, Төле би, Әйтеке би. Бұл жерде Қазыбек би жоқ. Келесі Қобыланды батыр жырындағы Тарлан аттың иесі. Жалпы бұл жырда бірнеше аттар бар. Қобыландының енді өз атын білесіздер, Тайбурыл. Ал Тарлан деген ат ол Көбікті деген ханның аты. Одан бөлек тағы да Қараманның астына мінген аты, Қарлыға сұлудың астына мінген аты. Соның бәрін жырдан тауып жазып алыңыздар, егер бұрын жазбаған болсаңыздар. Келесі Сырымға бұл дүниеде не тәтті деп сұрақ қойған кім? Сырым туралы берілген жолдарда, шешендік сөздерде оның бала бимен диалог ретінде беріледі. Сондықтан бізде С нұсқасы болады. Келесі сұрақта Аяз би айтқан құстың жаманы. Жалпы Аяз би уәзірлер қырғауылды құстың жаманы деп алған кезде оны тастатқызып, қырғауыл емес, сауысқан құстың жаманы деп айтқан болатын. Оның себебі ретінде оның жүні қандай ала болса, оның іші де сондай ала. Жалпы топтасып өмір сүре алмайды, әртүрлі заттарды ұрлайды, сондай бір жүрген ала құс дейді. Келесі Төле бидің келіні Данагүл қай ауылдан? Төле би өзінің баласына жар, лайықты болатын жар таңдаған кезде осы Данагүлге бірден көзі түседі. Ол өйткені бір топ қыздармен алыстан келе жатқан, сол Төле би келе жатқан ер адамдардың жолын кеспей тұрып, алдарынан шығып сәлем беріп, амандық, саулық сұрасқан кезде соған бір қатты көңіл толады. Сол кезде қай ауылда деп сұраған кезде Данагүл өзінің Сиқым ауылынан екендігін айтады. Келесі Жалқаудан кім туады? Бұл бізде Майқы бидің асылдан асыл туады, жалқаудан масыл туады деген, сондай кімнен кім туады деген шешендік сөзі бар. Оны да жаттап алыңыздар, егер жаттамаған болсаңыздар. Келесі сұрақта құрамалы қорғанды үйің болады, айнымалы төкпелі биің болады деп айтқан би. Бұл бұрынырақта да жалпы әлеуметтік желілерде өте қатты тарап кеткен болатын. Осы болашақты болжап айтқан Мөңке бидің осы бір айтқан сөздері. Сондықтан бұл сіздерге таныс деген ойдамын. Келесі Аяз би ертегісінде сөз тапқанға қолқа жоқ деп айтатын кейіпкер. Бұл бізде Аяз бидің тапқырлығына
қарап, сөз тапқанға қолқа жоқ деп, оның алдында өзінің ақылының қаншалықты өзінен жоғары екенін түсініп тұрғандықтан, өзінің орнынан тұрып, өзінің хан тағын босатып бергісі келетін Мадан хан болатын. Келесі үш даусыз, бұл бізде Әнет бабада осы көп айтылады, барлығын қарап шығыңыздар. Үш даусыз бізде ажал, кәрілік және мінез, осы үшеуі. Мына жерде ажал деген 2 рет кетіп қапты. Егер аны да F немесе F-ті білсеңіздер де екеуі де дұрыс. Келесі үш ғайыпқа не жатады дегенде, үш ғайыпқа бізде ол жерде де ажал бар, қонақ және несібе дегенді жатқызады. Осыны да есте сақтап алыңыздар. Келесі сұрақта Қазыбек би не қымбат дегенге, алтын ұяң отан қымбат, және атаң қымбат, апаң қымбат, елің, жерің деп айтады. Бірақ мына жердегі С, Д, Е, Ф-та берілгендер айтылмайды. Келесі Аяз би нені сынайды? Аяз биді ханның алдына адамның ең жаманы осы деп алып келген кезде, ол хан оның берген айтқан сөздеріне таңғалып, өзінің тұлпарын сынатады, және менің бір гауһар тасым бар еді деп гауһар тасты сынатады, және менің өзімді сына деп соңғы жағында өзін сынатады. Сонда Аяз бидің айтқандарының бәрі дұрыс болып шығады. Осы. Жалпы Аяз би ертегісі өте оңай, оны да оқып, ұмытып қалған жоқсыздар деген сенімдемін. Келесі Кендебайдың жеңген жаулары. Кендебай жаңағы құлынды іздеп барған кезде, ол алдынан бір тау шықты дейді, тау теңселіп жатып, қараса ол тау емес, 7 басты дәу екен. Одан кейін оның 7 басында шауып алады да, көзін ойып алады. Одан кейін бір ақырған бір қатты дауыс шықты, ол бір арыстан екен, оны да өлтіріп тісін қағып алады. Одан кейін алдынан бір сұлу шығады, ол бірақ сұлу емес, қап-қараңғы болып тас түнекке айналып кетеді. Айнала сол кезде ол сұлу емес, кемпір, жәдігөй кемпір болып шығады. Сонда осы жеңген жаулары үшеу. Бірақ бір баспада жәдігөй кемпір айтылмайды, ал бір баспада айтылады. Бірақ ол айтылмаса да, сіздер толық нұсқасын білу керексіздер. Жалпы бізде осы екен, 15-15 сұрақтан біз алғашқы 4 сабақтың әдебиеттен үй тапсырмасын толық талдап шықтық. Келесі сабақта 5-ші сабақтан бастап ары қарай басқа да сабақтардың үй тапсырмаларын бірге талдайтын боламыз. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.